Менің 3 баламды Қытай осы Қазақстанға жібермей отыр. Өзім Бақытгүл Өкенқызымын. Іле Қазақ облысы Тарғауатай аймақ Дөрбіжін ауданынамын. 2013 жылы Қазақстанға жолдасым екеуміз қоныс аударып, 2013 жылы 5 айдың 4-і көшіп келдік. Балаларымыздың артынан бітіреміз деп жасат алмадық. Соны неше бардық, үлкен баламда ғана құжат бар. Қалған 2 баламның паспорты құжатын Қытай жасап бермей отыр. Осы үшін елбасынан, халықаралық ұйымдардан көмек сұраймын. Біз осы Қазақстанға келіп, балаларымыздың дауысын естуге де әзір зар болып отырмыз. 3 балам бірдей Қытайда жатыр. Үлкен ұлым Ерзат Мұратқалының құжаты, паспорты бар. Келінім Таңнұр Жәлелдің паспорты бар. Бірақ олардыкін Қытай алып паспорттарын қиып тастап, сендер мәңгі Қазақстанға бармайсыңдар деп тапсырып алды. Мама, біз келе алмаймыз деп әзіріне сөйлеген жоқ. Қалған 2 баламның паспорты да, құжаты да жоқ. Ойбай, азаматтық алсаң тез жасайсың деген, оны да жасата алмадық. Әзір өзім Тарғауатай ауданы, Шығыс Қазақстан Тарғауатай аудан Ақжар ауылында тұрып жатырмын. Осыған өздеріңізден көмек тілеймін. Өзім атым Бақытгүл Өкенқызы, жолдасымның аты Серік. Сол сіздерден көмек тілеймін. Жолдасым Серік Кемпірбай ұлы, өзімнің атым Бақытгүл Өкенқызымын. Осы 3 баламды Қытайда қалып, 3 баламнан осы Алла айырмағанда Қытай айырып отыр. Әзір баладарымнан не даусында ести алмай отырмын, не о баладарымның аман ба, оны да біле алмай отырмын. Осы жаққа әкеп алуға, осы сыртқы істерден, елбасынан сіздерден көмек тілеймін.